Қазір 4 топқа бөлініңдер. Сол 4 топтағы әрбір дыбыстан келетін сөздер жазасыңдар. А дыбысына барғанда А дыбысына келетін қанша сөз, мен қазір 1 минут уақыт беремін. Сол 1 минутта тоқта деген кезде тоқтайсыңдар да, кімде қанша сөз болды, сол сөз санын санаймыз. Келістік па? Мысалға Д деген әріпті дыбысқа барғанда Д дыбысына келетін сөздер жазасың. Доп, дала, домбыра бірдеңесі деген. Ә дыбысына барғанда сондай әте, жәкеншек, Б дыбысына барғанда балық, бата, бала, А дыбысына барғанда ата, алма деген сияқты. Түсінікті ма? Кез келген сөзді жаза бересің, бірақ бірінші дыбысы сол арған тобының дыбысына байланысты басталуы керек. Түсінікті ма? Ал уақыт кетті, бір оралыңдар. Aspana, қуантатын менде